Har bir davrdan o'z qahramonlari bo'ladi. Bugungi kunning qahramonlari o'ylov, fikrlеу o'zgacha, o'zining aniq ideyalarına ие жаслар. Assalomu alaykum, efirde söz жасларға ток-шоуы. Bizning bugungi studiyamizda bo'lmaydi degan so'zga o'rin yo'q. Tek qana жаслардың ideyalari qo'llab-quvvatlanadi. Jamiyatdagi paydo bo'lib o'tirgan masalalarga sheshim ham ularning aytar so'zini tinglaymiz. Demak, biz ko'rsatuvimizda boshlaymiz. 2026 жыл 24 февраль елімізде саяси уақия, тарихи сәне Өзбекстан Республикасы президентінің жаслар менен ашық саубеті болып өтті. Бұл апуай ұшырасу емес, жаслардың басламалары, идеялары қоллап қуатланған һәм оларға сенім білдірілген тарихи сәне десек болады. Айне бүгінгі сәнеде жаслар үшін имканиятлар һәм олардың келешекте қандай жұмысларды әмелге асыра алатылығы бойынша қаратылып атырған имканиятлар хақында айтылған бұл ұшырасуда har bir жас өзіне алға қойған мақсатларын түйіп ала алды деп ойлаймыз. Айне сол ұшырасудан үзінді қойып беруді режиссерімізден өтініш етеміз. Студиямыздағы қатнасушыларға һәм әлбетте телетамашашыларымызға бұл өзгеше атмосфера береді деген ниеттеміз. Ondan соң sohbetimizni boshlaymiz. Yurtimizdagi 22 milliondan ziyod yoshlarimiz timsolida biz juda katta iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy kuchni ko'ramiz. Vazirlar, hokimlar, rektorlar, texnikum direktorlari, yoshlarga mas'ul xavfsizlik xizmati va agentlik rahbarlari 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan 9 million 487 ming nafar yoshlarimiz ta'limi, tarbiyasi, ma'naviyati va bandligi bo'yicha o'ziga to'liq javobgarlik olishi vaqti keldi. Maktabgacha va maktab ta'limi mas'ullari nima qilishlari kerak? Bular qolgan 12,5 million farzandlarimizga bilimli, dunyoqarashi keng, vatanparvar va yurtiga sadoqatli qilib ta'lim tarbiya berish mas'uliyatini olishi kerak. Бұл ұшырасуда тек қана машқалалар емес, жаслар үшін жойбарлар, жаңа жеңілдіктер хақында айтып өтілді. Айне осы ұшырасу тек қана жасларды емес, ал жәмиетіміздегі har bir бұқараны өзгеше толқыландырды десек қателеспейміз. Біз бүгін көрсетуімізде айне осы ұшырасудағы имканиятлар, жаңадан жаратылған жойбарлар хақында айтып өтпекшіміз. Бұл ұшырасуда жаслар арасында кітап құмарлықты рауажландыру мақсатында жаратылып атырған имканиятлар хақында да сөз етілген еді. Біз бүгінгі көрсетуімізде айне осы мәселелерге тоқтап өтеміз, һәм жаслардың экспертлердің пікірлерін тыңдаймыз. Президентіміз тарапынан көтерілген жаңа басламалар жаслар саясатында қандай жаңа басқышты баслап берді? Бұл сұрауға жауапты Қайрат аға, сізден басласақ? Әлбетте, құрметті президентіміздің кеше жақында болып өткен 24 февральдағы жаслар менен ұшырасуы жүдә бір тарихи уақиға болды десек қателеспейміз. Себебі осы ұшырасуда жаслар үшін 32 бағдарды белгілеп берді. Һәм сол 32 бағдардың біріншісі бұл har 4-ші күн пейшембі күні жаслар күні деп есептелінді. Һәм har bir министрлік, шөлкем, һәм хакимлер, басшы лауазымдағы инсанлар сол күні барлық жұмысларын қойып, азаннан кешке дейін жаслардың ұсыныстарын, олардың инновациялық пікірлерін, стартап идеяларын һәм машқалаларын үйреніп отырды. Демек, енді жаслар 30 июнь жаслар күні күтіп отыру шарт емес, har haftаның пейшембі күні өзінің идеяларын, басламаларын айтып өтсе болады. Әлбетте, һәм бұл ләжлар осы өткен пейшембі күні басылып кетті. Құрметті Қарақалпақстан Республикасы жоғары кеңесі басшылығы Амбай Тілеубаевтан бастап, har bir министрлік, шөлкем, районлардағы хакимлер, Нөкіс қаласы хакімі, министрлер кеңесі басшылығы һәм оның орынбасарлары орларға түсіп, һәм махаллелерге барып, осы жастар менен ұшасып, олардың машқаларын, ұсыныстарын естіп баслады. Һәм онан қала берді басқа жөнелістерге де тоқталып өтетін болсақ, жастар іс-білімділігін рауажландыру бойынша да бір қанша ұсыныстарын белгілеп беріп атырды. Һәм волонтерлықты қолдап қуатлау үшін Жастар істері агенттігі жанында волонтерлықты қолдап қуатлау фонды ашылып атырды. Һәм оған қаржылай пуллар беріліп атырды. Һәм жойбарларды әмелге асыру үшін волонтерларға har bir жақсы жойбар үшін 100 миллион сомға дейінгі жеңілдіктер беріліп атырды. Һәм онан қала берді кітапқұмарлықты рауажландыру бойынша да осы жылдың басында 9-ші саналы қарарды қол қойған болса, һәм осы қарарға текар мұнда мектеплердегі кітапқұмарлықты рауажландыру бойынша да
мектеп оқушыларына 10 миллион сом мықтарындағы пұл сыйлықтарын ұсыныс етіп жатыр. Екінші имкан Жойбарыда әмерге түсуге көзде тұтылған, һәм бұл жерде біліп білмей жинаят қылып қойған жастарымыздың жазаны өтеп болғаннан кейін, үйіне қайтқаннан кейін IT тарауында яки шет тілдерін үйрену үшін бір қанша жеңілдіктер көрсетіп өтілді. Бұлардың барлығы осы жастарымыздың бос уақытын мазмұнлы өткеру, олардың білімлі ету һәм келешекте өзінің үстінде істейтұғын кәміл инсан етуге қаратылған. Мектеп пешекемге мектеп білімдендіру министрлігі һәм осы тараудың қызметкерлеріне сол еліміздегі 12 миллионнан астам болған жастарымыздың, қалай берсем, Қарақалпақстан Республикасында 360.697 оқушы жастарымыздың рухи дүниясын, білімін әр тараптамет оларды кәміл инсан қылып тәрбиелеу мақсатында үлкен вазифа белгілеп берді. Оқушыларды алдын 9 класстан бастап кәсіп өнерге бағдарлау керек болған болса, енді 7-8 класстан бастап оқушыларды кәсіпке бағдарлаймыз. Бұл әлбетте оқушының ертеден өзінің келешегін белгілеу үшін, қалай берсем, елімізге ертеңгі күні бір пайдасын келтіретін жастарымызды тәрбиелеу үшін үлкен имканият болып есептелінеді. 7 класстан бастап оқушыларымызды кәсіпке бағдарлау деген сөз, оның сол уақыттан бастап бос уақытларын мазмұны өткеру дегенді білдіреді. Оқушыларымызды кітап құмарлыққа, емаса әрқилы кәсіп өнерлерге бағдарлайтын таңдауларымызды өткеріліп жатырды. Оның бір мысалы ретінде айта аламыз, жәдитлер ізінен таңдау. 2025 жылдың октябрь-ноябрь айларында өткерілген болса, осы таңдауға қатынасатын 20 мыңнан астам оқушыларымыздың тізімнен өткені бұл таңдауға қызығушы оқушыларымыздың, қала берсе, кітап құмарлыққа қызығатын оқушыларымыздың артқанын білдіреді. Бұл таңдаудың республикалық басқышында елік қалалы бір оқушы қызымыз республикалық басқышқа жолдама алды. Республикалық басқышта жақсы нәтижеге ерісіп, бұл таңдаудың шарты сондай еді. 34 оқушының алдындағы 7 оқушы шет ел сапарына, тәлім саяхатына жіберіледі. Осы оқушымызды Қарақалпақстаннан Өзбекстан Республикасында оқушылар қатарында жеңімпаз болып, Германияға тәлім саяхатына жеңіп алды. Мектептерімізде басталып жатырды, өткен аптадан бастап оқушыларымызды кітап құмарлыққа, кәсіп өнерге бағдарлайтын және бір таңдауымыз Туран мектеп театры болып есептелінеді. Бұл таңдауға қатынасушы оқушыларымызды әлбетте бұл таңдаудың шартларымен танысып, Өзбекстан Республикасындағы белгілі жазушылардың шығармаларын оқып, үйреніп, оны сахнада әмелге асырып береді. Таңдауға да қатынасушы оқушыларымыз қазіргі уақытта 2000-нан асты. Март айының 1-ші 10 күнінде Қарақалпақстан Республикасы басқышын өткереміз. Өткен жылы да жүдә көтеріңкі рухта өткерілді бұл таңдауымыз. Осы жолы да бұл дәстүрді давам еттіреміз. Равадин аға, сіз сол ұшырасудағы имканиятларды толық айтып өттіңіз. Бүгін күнде әмелге асырып отырған оңды жұмысларды да айтып жатырсыз. Бірақ бұл ұшырасуда құрметті президентіміз білімдендіру тарауын қатаң сынға алды. Не үшін мектепте 11 жыл, 9 жыл оқып, шет тілін үйреніп шықпасқа? Не үшін мектепте кәсіп үйреніп шыға алмай жатыр? Жоғары оқу орнын тамамлап болғаннан кейін студентлер не үшін кәсіп таңлап жұмыс орнына жайласа алмай жатыр деген сұрауларды ортаға тастады. Бұның үшін қандай шешім керек, қандай имканият жаратуым керек деп жастардың ортасына тастады. Сіз не деп ойлайсыз? Бүгін имканиятлардан пайдалана алатұғын жастарды біз іздеуіміз керек пе, яки міне осындай жастарды жетілістіруіміз керек? Бұл дұрыс сынға алды. Әлбетте әрбір тарауда бұл машқалалар бар еді жәмиетте. Сізбенен біз білетұғын едік. Мектептегі тәрбие менен шаңырақтағы тәрбие әрқилы отырды, әрқилы шаңырақтарда. Мектепте бірдей тәрбие беріліп отырды. Мәселен, әптенің 1-ші күні келешек сағатлар шөкемдестірілетін болды 2025-2026 оқу жылынан бастап. Сабақтың ахметі жүдә үлкен, тәлім тәрбие платформасы жаратылды. Осы платформа арқылы оқушыларымыз, қала берсе педагогларымыз арқылы милли контентлерден пайдаланып сабақ өтіп жатырды. Енді шаңырақта болса әрқилы тәрбие болды. Үйреніп жатырмыз. Оқушының мектеп психологы менен, мектептің рухи ағартушылық істер бойынша директор орынбасарлары менен үйрену жұмыстары алып барылған уақытта шаңырақта ата-ананың тұрақты түрде үйінде болмауы, кешкі уақытларда өз уақытында үйіне келіп бала тәрбиесімен уақытында шұғылданбағандығы себебінен осындай нәрселер келіп пайда болып жатырды. Енді мектеп бұл нәрселерге үндемей қарап отырған жоқ. Әлбетте бұл балалармен қосымша жұмыстар алып барылып жатырды. Мәселен, тәрбиесі ауыр оқушыларымыз болса, олар мектептің ішкі қадағалауына алып, педагог қызметкер бекітіп, әр аптада
психологларымыз жеке сәубет өткеріп жатырыпты. Жеке сәубет нәтижесінде мінекей әр хаптеде қандай өзгеріс болып жатырыпты. Бұның қандай машқалалары бар. Қандай қылсақ жәрдем бере аламыз. Осы машқалалардың барлығын жинап, мектеп хакімшілігі махалледегі жастар жетекшісіменен біргелікте, ата-анасымен біргелікте сәубетлесіп өткеріп, оқушы жастарымыздың машқалалары шешіліп жатырыпты. Бірақ толық шешілді деп айта алмаймын, елі машқалаларымыз көп. Бұның ішіне кіргеннен кейін әлбетте және де тереңірек шолғанатын жұмыстарымыз бар, көріп жатырмыз. Ата-ана өзінде бар нәрсені береді, өзінде жоқ нәрсені бере алмайды. Педагогика тарауында тек жастарда емес, жастарға қосып олардың ата-аналарына тәрбиелеуге тура келіп жатыр. Әлбетте. Перзентке кітап оқы, болмаса сабағын таярла, неге таярламайсың деп ұрысқаннан гөрі өзі үлгі болып көрсетсе, бұл ең жақсы тәрбие деп есептеймін. Құс ұясында көргеніңіз. Әлбетте. Соның үшін ата-аналарымыз бірінші нәубетте үлгі болатығын әрекетлерді істесек, бұл машқалардың шешімін тез арада шешеміз деп ойлаймын. Бүгінгі күнде ұлыма орта білім беру мектептерінде мұғалімдеріміз үшін шет тілінен сабақ беруде дипломның өзі жеткіліксіз. Дипломның қасына қосымша милли ямысы халықаралық сертификат талап етіледі. Бұл не үшін? Әлбетте президентіміз сынға алып өткен жүдә дұрыс. Әрбір оқушы мектеп бітіргеннен кейін кемінде бір шет тілін біліп шығу керек. Бұл нәрселерді рауажландыру мақсатында осы сертификатлар талап етіліп жатырыпты. Бірінші нәубетте баланың білімін қылып шығару үшін біздер мұғалімдерімізді білімін қылуымыз керек. Олардың білімін арттыруымыз керек, қанегелігін арттыруымыз керек. Соның үшін бұл сертификатлар талап етіліп жатыр. Мархамат, кітап құмарлық һәм осы ұшырасудағы кітап хақындағы мәселелер хақында да айтып өтсек. Со президентіміздің жастар менен болған сәубетін хамеміз көргенбіз. Көріп, со балаларымызды шақырып тәсірленіп көрің, қандай жастар бар. Осындай болып ертең мақтанатындай болайық сілерменен деп, со балаларымызға да үгіт насихат жұмысларын алып барғанбыз. Жеке өзім со балаларыма көрсетіп бергенбіз. Мысалға кішкентай баланың со қосық айтып машина алғалары, мысалға президентіміздің алдына шығып, ол да бір үлкен мотивация. Бұл ұшырасу жастардың сенімінде қандай өзгеріс пайда етті? Енді жастарды тыңласақ. 24 февралда президентіміздің мұражатнамасына қатынасқан бір жас сұхбатында мен бір нәрсе айтқым келіп тұрыпты. Яғни бұл мұражатнама уақытында белгілеп берілген вазипаларға қарайтұғын болсақ, үш айрықша характерлі бір жақларын атап өтуге болады. Мәселен, біріншісі жастар ісілеріне енді тек қана жастар ісілері агентлігі ямаса жастармен қатынас болған қандай да бір шөлкемдер емес, ал республикамызда қандай мекеме, қандай юридикалық орайлар болатұғын болса, әммесінің қатынасы бар екені білінеді. Мысалы, мәселен бір президентіміз айтып өтті, сол банкілердің тарапынан мемлекеттік банкілер болсын, емесе өзалда банкілер, солар 50 мыңға шамалас жастарға бипул бизнес реже түсіп береді. Яғни жастар өздерінің идеясыменен барса, яғни басында өздерінің идеясы болатұғын болса, солар барып, соларға системаластырып бизнес режелерін түсіп береді, һәм 20 мыңға шамалас болған жастарды оқытады. Банкілер. Яғни бұл дегені тек қана сол жастармен қатынасы болған шөлкемдер ғана олардың сөзін тыңламайды, ал басқа мекемелер де соларға қатынасы болады деген пікір. Ал екінші тарапы әсте сол жастардың буын һәмме жастарды қамтып алғанлығы, яғни вазипалар. Тек қана жоғары оқу орны студенттері емес, ямаса білімдендіру мекемелеріндегі оқитын студенттер емес, жәмлеспеген жастар, ұлыма біздің республикамыздағы барлық жастарға сондай әрқилы вазипалар, имканиятлар жаратылып жатырғанлығы осы мұражатнама давамында айтылды. Бұның бір мысалы, мәселен, техникумлар. Техникумларда оқитын оқушылар мәселен өзінің стартап идеялары бар болатұғын болса, оларға 1 миллиардқа шекем қаржы ажыратылатұғын болды. Сондай-ақ техникум оқушылары енді work and travel бағдарламасы тикарында шетелде оқып келу һәм жұмыс істеп келу имканиятына ие болып жатырыпты. Бұл work and travel жойбары алдын жоғары оқу студенттері, ямаса басқа бір жамнеспеген жоғары оқу дипломына ие болған жастар қатынаса алатұғын болса, енді техникум оқушылары да міне осы work and travel жойбарына өздерінің құжетін тапсырып, шетелде имканиятларын асырып кетсе болады. Һәм үшінші характерлі жағы бұл сол құрметті президентіміз тарапынан белгілеп берілген вазипалардың әрқилы тарауларды қамтып алғанлығы. Имканиятлар көбейіп жатыр, бірақ жастар арасында міне осы имканиятлардан пайдаланатын батыл жастар арамызда бар ма? Біз бүгін имканиятларды емес, сол имканиятлардан пайдаланатын жастарды іздеп қалмадық па екен? Не деп ойлайсыз?
Kuni kecha davlatimiz rahbarining yoshlar bilan o'tkazgan uchrashuvida, onlayn selektorda to'g'ridan-to'g'ri qatnashgan yosh sifatida shuni aytishim mumkinki, biz yoshlar uchun ajratilgan imkoniyatlar bizga juda ham katta motivatsiya berdi va bizni yanada ruhlantirdi. Atab aytadigan bo'lsam, eng muhimi ko'mak loyihasi doirasida 130 million so'mgacha foizsiz suvda ajratilganligi sababli yurtimizning eng chekka hududlarida 120 dan ortiq o'quv markazlarining ishga tushishi bu juda ham katta o'zgarishni dalillab beradi. Bundan tashqari endi o'z biznesi bo'lgan va rivojlanishni istagan tadbirkor yoshlar uchun 300 million so'mgacha foizsiz suvda ajratilishi bu bizga berilgan juda ham katta imkoniyat hisoblanadi. Bundan tashqari endi kelajak kasblari loyihasi doirasida har yili 20 mingdan ziyod yosh kelajak kasblarga o'qitiladi. Bu degani imkoniyat hammaga yetadi. Hattoki chekka hududlardagi yoshlar ham kelajak kasblarni o'rgana oladi va zamonaviy xorijiy tillarni o'rgana oladi. Biz yoshlarga bugungi kunda imkoniyat eshiklari ochiq. Faqatgina biz yoshlar undan kira bilishni bilsak bo'ldi. Ya'ni bizdan talab qilinadigan narsa harakat, ishtiyoq va natija ko'rsatish. Yoshlarga berilgan imkoniyatlardan foydalanib, menda bugungi kunda ingliz tili fanidan C1 darajadagi milliy sertifikat hamda IELTSdan 6,5 ballik sertifikatga egaman. Prezidentimiz yoshlarga berayotgan imkoniyatdan foydalanib 130 million so'm subsidiya oldim va o'zimizning tumanda xususiy o'quv markazini tashkil etdim. Bu o'quv markaz davlat bilan sherikchilik asosida tashkil etilgan hamda bugungi kunda 200 dan ortiq yoshlarga xorijiy tillarni o'rgatib kelmoqdamiz. Bizning o'quv markazimizda 6 ta xorijiy til o'qitiladi va eng yuqori natijalardan hisoblanmish 8,5 ballik IELTSlar ham o'quv markazimizda qo'lga kiritildi. Hurmatli Prezidentimizning yoshlar bilan bo'lgan uchrashuvida bilim, innovatsiya, startaplar, yoshlar baslamалары haqida so'z etildi. Biroq bir haqiqat bor, ekonomikalik reformalar bilimsiz bo'lmaydi. Innovatsiya kitobsiz bo'lmaydi. Tereң o'ylov kitob o'qimay paydo bo'lmaydi. Солай ekan, uchrashuvda kitobxumarlik madaniyati haqida da ayriqcha aytib o'tildi. 2026-yil 15-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining kitobxumarlik madaniyatini rivojlantirish ham xalqimizning kitob o'quvga bo'lgan qiziquvchiligini arttırу iş-ilojlari haqidagi qarori qabul etilgan edi. Mamlakatimiz boshchisi tarafidan qabul etilgan bu farmon apuayi hujjat emas. Bu yosh avlodning aql sanasini rivojlantiruv, ruhiy immunitetini kuchaytirish ham intellektual qobiliyatini arttıruvga qaratilgan strategiyalik qaror. Ekspertlarimizga so'rovmen yuzlansam, kitobxumarlikni mamlakatlik siyosat darajasiga ko'chirish bizga ne berdi? Hurmatli Prezidentimizning bir so'zi bor. Bugun kitob o'qigan bir adam ertang televizor ko'rib o'tirgan 10 odamni boshqaradi degan. Солай ekan, hozirgi vaqtda kitobxumarlikni rivojlantirishga qaratilgan imkoniyatlardan to'liq foydalanib, unda 2017-yili hurmatli Prezidentimizning kitobxumarlikka arналган qaroridan keyin bir qancha жұмыстар amalga oshirildi. Ulardan bunda Yoshlar ishlari agentligi tomonidan yosh kitobxumar shang'aroq tanlovlari o'tkazildi. Ham ziyrak kitobxumar tanlovlarini o'tkazdik, turaqli turda har oyda o'tkazdik. Ondan keyin hozirgi vaqtda bo'lib o'tirgan shu tanlovlarimizda respublikamızning yoshlarına hurmatli Prezidentimiz mashina berib bo'lsa da kitob o'qitaman degan edi. Ham sol prinsip chiqarında bunda Qoraqalpog'istonlik yoshlardan 4 yosh avtomobil o'tib oldi. Kitobxumarlikni mamlakatlik siyosat darajasini ko'taruv bir Ko'kanova Nursulu misalында айтып өтетін болсам, республикамызда kitobxumar lider qiz bo'lgan bo'lsa, ondan keyin осы Бердак атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университетін bitkеріп болып, шет елде оқуын давам етті. Ham hozirda Elyorda Umidi fondi менен birgalikda осы жақта оқып bitkерген жасымыз hozirgi vaqtda республикамызда Yoshlar ishlari agentligini жұмысқа қабылданды. Ham ular o'zlarining potensialini elida yoshlarga үлесу maqsadida жұмыслы болып жатырды. Demek kitob o'qigan yosh qanday darajada жетістікке erishishini dalilladi. Ham ondan qala berdi, ondan keyingi yoshlarımızның da elida rivojlanуына bir turtki bo'lib жатырды. Жақсы. Burulары biz yoshlarda kitob o'qimaydi deb aytadigan edik. Hattoki bu kitob masalasi mashg'alada edi. Bu bugungi kunga kelib unamli tarafga o'zgarib atır desek, дұрыс айтқан бола аламыз ба? Қазіргі күнде мына кітапханаға келіп отырған жастарға қарасақ, бір мысалдың өзі мына таңлаудың шөлкемдестірілуі, жас кітапқұмар таңлауының шөлкемдестіруі үлкен бір мотивация болды да жастарға. Психологияда екі түрлі түсінік бар: ішкі мотивация, сыртқы мотивация.
бір нәрсеге ерісу үшін сырттан бір түрткі болу керек. Сол сыртқы мотивация әне осындай таңдаулардың шөлкемдестіруі болып есептелінеді. Һәм сол таңдауларда бір пол сыйлығы болсын, зат бұйым сыйлығы болсын, сол баланы жасты кітап оқуға шақырады. Сондай мотивациялы таңдауларды шөлкемдестіру шо мемлекетіміздің басшысының бастамалары жүдә жақсы. Және милли сертификатлардың енгізілуі. Бұл да жастардың кітап оқуға деген сол талабын күшейтіп жатырды. Мысалға, халықаралық сертификаттың енгізілуі де. Бір инглиз тілінде емес, һәм пәнлерде сертификатлар енгізіліп, сол пән тарауларына болған қызығушылығын да жастардың арттырып жатырды. Қазіргі күнде жастар сол классик жөнелістен заманауи жөнеліске қарап баратырды да, жеке рауажлану, психологиялық рауажлану, һәм тіл үйренуге болған қызығушылығы сол кітапқа болған жанрлардың өзгеруіне алып келіп жатырды. Және де мына кітапханаларда жетерлі ме? Сол жастар сұрап отырған, жастар талап етіп отырған кітаптар жетерлі ме? Әлбетте, соны айтып жақпан қазір телефонды біздер дұшпан көріп жатырмыз, яқ қазір электрон рауажлану дәуірінде сол гаджетлерсіз имканы жоқ. Һәм қазіргі кітапханамызда мысалға Узнел дәстүрі енгізілген. Құбла Корея менен шеріклікте Өзбекстан милли кітапханасы менен біргелікте Узнел дәстүрі енгізілген. Һәм кітапханамызда һәме бар болған барлық фондтағы кітаплар электрон форматқа өткеріліп жатырды. Һәм біздерде хақымыз жоқ, бір іздеп келген сол кітап құмар жастарымызға, пайдаланушыларға мына кітап жоқ деуге хақымыз жоқ. Сол үшін сол Узнел программасында сол салыстырып жатырған кітапларды егер біздердің фондымызда жоқ болса, бүткіл Өзбекстан бойлап жығырмалаған кітапханалардың сол Узнел программасы енгізілген, соның ішінде іздеп тауып беріп жатырмыз. Және аудио кітапларым тыңлап жатырды. Мысалға 200 елеген іспілермелерге бір зерттеу өткерілген екен да, сонда 86% іспілермелердің кітап оқиды екен. Һәм соның 67% аудио кітаплардан пайдаланады екен. Яғни бір жерде бір нәрсені күтіп отырса, я осындай бір ләжлар өткеріліп отырғанда құрып отырмай күтіп отыратын болса, сол аудио кітапларды оқып, өзлерінің ой өрісін рауажландырып, әне осындай дәрежелерге жетіп жатыр екен. Сол демекшімен кітап һәм мен тек жақсылыққа жетекілейді. Демек, кімдір қайсы бір тарауда жұмыс істеп отырған болса, ол өзінің тарауының ең биік шоққысына жету үшін әлбетте кітапқа жүзленеді. Кітап оқыған жағдайда ғана ол өзінің білімін жетістіріп, өзі көздеген шоққыға жете алады. Бүгін жастар кітап оқымаса, келешекте біз кімге сенеміз? Келешегімізді кімнің қолында көре аламыз? Бұл сұрау бізді қинайды. Бірақ жастар орайында жастар өз еркіменен жиналып, кітапларды талқылап, кітап құмарлықты жастар арасында ең жайдырып атырғалығын көріп, біз сұрауларымызға жауап таптық. Қазір айне осы жерден даярланған сюжетті біргелікте тамашалаймыз. Ассаламалейкум қызлар. Аз ғана уақытыңызды алсақ, біз Қарақалпақстан телеканалынан. Күнделікті күніңізде кітап оқып тұрасыз ба? Әлбетте, біздер мен өзім көп кітапларды оқуды жақсы көремін. Себебі біздер кітап оқу арқылы көп білімдерге ие бола аламыз, һәм ондағы автордың біздерге жеткізбекші болған тәжірибелерін білу арқылы біздер өздерімізді ойлау қабілеттерімізді һәм сана сезімімізді рауажландыра аламыз. Кітап сіз үшін қаншалықты қадірлі? Кітап мен үшін ең әзіз. Бұл әрдайым инсаниятқа сабақ ала алатұғын дәрежеде беретұғын мағлұматлар ішіндегі инсаниятпенен бірге сөйлесе алу, оның қалбін тереңнен түсінуге көплеп жәрдем береді. Кітап мен үшін ілім алудың жолларының бірі бұл. Және өзімнің сол рухи байлығымды асыру. Кітап менің ең жақын досым, һәм менің сырласым, соның үшін ол маған жүдә қадірлі. Кітап оқуға әр күні уақыт ажыратасыз ба? Қолымнан келгенше әр күні кітапты оқуға жаратамын. Себебі кітаптың қанша бетінде емес, ең басты кітап оқуда. Күніне 1-2 бет болса да, кітап оқуға уақыт ажырату әрбір инсан керек деп ойлаймын. Әр күні кітап оқимын, мақсат қойыппын, күніне 30 бет кемінде. Әр күні уақыт ажырату харекет етемін, бірақ енді әр түрлі жағдайлар бар. Bir кездері оқимыз, bir кездері онша оқуға қызығушылығымыз болмай қалады. Бірақ әлі барынша сол күнде оқуға харекет етемін. Менің режим бойынша күніне мен 50 бет оқимын. Соңғы оқыған кітабыңыз?
соңғы кітап оқығандардың бірі ол Қарақалпақ әдебиетінің негізі Шаудыр Байсеевтің Қалқабат бірінші екінші кітаптары, яғни тетралогиядан барат болады. Һәм одан кейін қазіргі жаһан әдебиетіне Франция сираты. Федор Достоевскийдің Жинаят ва жаза. Ольмас Умарбеков «Адам болыш қиын» кітабын оқығанмын. Өзбек жазушысы Назар Ешанқұлдың Дүриян деген шығармасы. Сарық девді мініп, Құдайберді Тоқтабаев жазған, соны оқыдым. Қайсы тілде көбірек оқығанды ұнатасыз? Әлбетте өзіміздің Қарақалпақ тілі. Себебі Қарақалпақ тілінің жазушылары со дәрежеде жақсы шығармаларды жазған. Мен ең жақсы көретін жазушылардың бірі Шаудыр Байсеев, Мұрат Байнзанов һәм Кеңесбай Рахманов. Олардың шығармаларын ешбір басқа жаһан әдебиетлеріне теңдестіре алмаймын. Көбінше өзбек һәм Қарақалпақ тілдерінде кітаптарды оқуға қызығамын. Рус һәм Қарақалпақ тілінде көп кітап оқимын. Маған көбірек сол Қарақалпақ тілінде және орыс тілінде кітаптар оқыған ұнайды. Сізге электрон кітап оқыған мақұл ма, яки кітапты бетлеп оқыған мақұл ма, яки болмаса аудио вариантлары ма? Мен өзіме көбінше кітапты бетлеп оқыған ұнайды. Себебі мен кітапты бетлеп оқыған кезінде ондағы образларға, яғни басқа қарамаларды сезініп оқығандай боламын, электрон һәм аудио кітаптарға қарағанда. Маған көбінесе аудио һәм электрон вариантлар қолайлы, себебі мен көбінесе жолда жүремін. Әлбетте бетлеп оқыған, себебі бетлегенде әрбір бетінде оның ішіндегі мазмұнын, әрбір қаһармандармен бірге сезініп оқисың. Бұл кітапханалардың ең сүйкілі несі бұл қағаз, себебі қағаз осылаған кезде одағы ішіндегі қаһармандармен бірге болып, сол моментларды сезінесің. Дұрыс, бірақ қазіргі заман талабына электрон кітаптары пайда беруді мүмкін. Бұл бірақ бір жағынан көзге де зиян болуы мүмкін. Аудио кітаптарын жақсы кітап бар, аудиода естіп тұрамын, бірақ ең бастысы өзім мақұл көретінім бұл қағаз түрдегі кітап варианттары. Негізі кітапты қағаз формада оқыған жақсы, бірақ енді әрдайымда ол кітапты қолдастап жүре беру, қасымыздап жүру қиын болады, сондықтан электрон формасы жақсырақ. Өзі кітап оқу, кітап құмарлық, әдет пе, қызығушылық па, яки бүгінгі дәуірдің талабы ма? Мен бұған бір басқаша тәрізде жауап бермекшімін. Мен өз кәсібімнен келіп шыққан халда мен бұны кәсібімнің талабы деп білемін. Себебі мен әдебиет пәні оқытушысымын. Сол себепле әдебиет пәні оқытушысы тек қана оқушыға білім беріп қоймастан ғана тәрбиені де үйретеді. Ал бұл тәрбиені есе біздер әлбетте кітаптан іздейміз. Кітап оқыту һәм де оқу бірінші нәубетте әлбетте оқытушының өзінде болу керек. Сонда ғана ол келешекте, яғни келешек лидерларын, елімізге пидайы қызмет ететін, отанына садық бола алатын жастарды тәрбие алады деп ойлаймын. Бірінші кезекте кітап оқу бұл инсанның өзінің жеке зарулігі есептелінеді. Себебі біздің рухи сыртқы дүниемізден басқа рухи дүниеміз де бар. Мен сол рухи дүниемізді байыту үшін һәм біздер өмір давамында мәселен жасап үйренеміз ғой, бір нәрсе тәжірибелерді, өмірден көрген әрқилы нәрселерді жасап үйренеміз, бірақ кітап соны тайын қылып біздерге сол жасамай-ақ алдынан көрсетіп, түсіндіріп, образлар арқылы символдастырып береді. Сол яғни тәжірибені біз ертерек үйренеміз, ертерек көреміз, оқимыз, һәм біздердің соның нәтижесінде біздердің рухи дүниеміз байиды. Бұл біздің рухи зарурлігіміз, яғни әрбір дүнияға келген инсанның рухи зарурлігі есептелінеді. Енді бүгінгі күнде бұл зарурлік әсте былай дәуірдің талабына айланып, яғни бүгінгі күнде біздер сол мемлекетімізде әмелге асырылып отырған исләжларға текарланған халда айтатын болсақ, дәуірдің талабына һәм бүгінгі күнде біздерден шет тілін білу қаншелі дәрежеде талап етіліп отырған болса, ал сол кітап оқуда біздерден соншелі дәрежеде талап етіліп отырыпты. Соның үшін бірінші кезекте мен жастарға айтатын едім, сол өзіміздің рухи дүниямыз үшін ақ, азығымыз үшін ақ кітапқа жақын болуды. Һәм екінші жақта өзіміздің жәмиеттегі қандай да бір карьерамызды құру үшін, немесе өзіміздің таңлаған мамандығымыз бойынша да белгілі бір дәрежеде статусқа ие болуымыз үшін да сол кітапқа жақын болғандығымыз дұрыс есептелінеді. Жастар ертең болашақ ата-аналар. Оларға ең бірінші мәслихатым кітап текшелерін үйлеріңізге орнатуыңызды мәслихат етемін. Ертең болашақ перзентлеріңіз де сол текшелерде көрген кітапларды сіздерден оқып отырғаныңызды көріп, соны үйренеді. Һәм кітап оқу зарурлігі пайда болады. Яғни бір зарурлік ретінде қарауыңыз керек, мұқтажлық ретінде. Мен 2017 жылы президентіміздің қарары текарында Қарақалпақ
мемлекеттік университетінде мәлімдеме ресурслар орайында кітапқұмарлар клубы шөлкемлестірілді. Қазірде сол клуб ағзасыман. Біз ол жерде текарынан әртүрлі кітаплар оқимыз, оқыған кітапларымызды додалаймыз, сол кітаплардан закауатлар өткереміз. Бұдан тысқары әртүрлі кітап акцияларын шөлкемлестіріп, әдеби кешелер өткеріп тұрамыз. Махалле жастары, яғни мектеп оқушылары менен іслесіп атырмыз. Бәршел жастарды бос уақытларынан үнемді пайдаланған халда кітап оқуға шақырып қаламын. Бүгінгі күнде социалдық тармақтардың рауажлануы кітап оқуға кесен жетіп атыр ма, яки өзінің тегізетігін қаншалықты дәрежеде пайдалы тәріфлерде бар ма? Негізінде социал тармақтың тек қана кітап оқуға емес, ома инсан өміріне тәсірі бар. Бірақ та біз har қандай нәрсені, әрбір социал тармақты да жақсы жаман тарапына ажыратамыз. Оны өзімізге қалай қабыл ету, яғни қандай дәрежеде пайдалану тек қана өзімізге байланысты деп айта аламын. Һәм бұның кітап оқуға һәм кітапқұмарлыққа тәсіріне келетұғын болсақ, менің пікірімше, һәм өзімнен келіп шыққан халда да бұның жақсы тәріптері көп деп ойлаймын. Себебі қазіргі уақытта социал тармақты біз бекарлай алмаймыз, соған кірмең деп те айта алмаймыз, өйткені оның илажы жоқ. Бұл заман талабы һәм пайдалануымыз керек. Тек қана бұдан жақсы тәріпте пайдалануымыз керек. Ал кітапқұмарлықта болса, оқушылардың һәм кітапқұмарлардың қазіргі уақытта қандай кітапларды оқу һәм өз кезегінде қандай кітапларды оқымаулығы керектілігі хақында да социал тармақларда жүзі көп пайдалы контентлер бар. Сол үшін де біздер социал тармақлардың бірінші нәубетте сол кітапқұмарлыққа бағдарлау керектілігін айтуымыз керек. Инстаграмда болсын, телеграмда, ютубта әсіресе қазіргі уақытта кітап оқу бойынша, кітапқұмарлық бойынша көп подкастлар, көрсетулер, һәм басқа да дұрыс бағдардағы контентлер көбейіп жатыр. Һәм бұның көрушілері де бұны пайдаланып атырғанлар да көп. Сол үшін де менің ойымша социал тармақтың бізге ешқандай, яғни кітапқұмарларға кері тәсірі жоқ. Һәм соны айта аламын, негізінде кітап оқитын адам өзіне уақытты да тауып алады, имканиятты да жарата алады. Қазіргі күнде кітап оқу социал тармақларда тренд десек те болады. Әртүрлі социал тармақлар алгоритм форматында істегенле себепле жастар нені көрсе, сол нәрселер олардың алдынан келіп шығатыны себепле қазіргі күнде Instagram тармақларының өзінде де әртүрлі челленджлар, я болмаса әрқилы трендлер, яғни кітапларды жастарға ұсыныс ету, жастардың өзінің арасында кітапларды бір-біріне ұсыныс ету көп ұшырайды. Кітап оқуды ең жайдыру үшін социал тармақлар ең үлкен кең орталық десек те болады. Әмде қазіргі Z әулетлер меніңше кітапта алдыңғы әулетларға қарағанда жүдә жақынырақ. Кітапқұмарлар орталығында бүгін кішкене жастардың да келіп атырғанлығын көрдік, һәм ол жердегі қайнаған орталықтың куәсі болдық. Бұл жерде бізді қуандырғаны кішкене жас баланың анасы менен сол кітапқұмарлар орталығына қызығып, сол жерде кітаплардың айтылып, талқылап атырғанлығын қызығушылық менен тамашалап атырғанлығы жүдә қуандырды. Қазір біз айны осы сюжетті тамаша көрерімізге һәм сізге инам етсек. Мен бүгін айтып жатқан кітабым, оның Франция серияты. 4 күнде ма оқып болдым, сол дәрежеде ішіне кіріп кеттім. Бұл кітапта айтады, негізінде Францияға барып келуге билет деп айтылады. Бұл жерде француздармен бірге жасайсаң. Қалай орысша кітапларды оқуға болады деген уақытта, ол бізге былай айтады. Рилсан бар ондай. Үсті Борис Полевойдың «Хақиқи адам хақында повесть» деген кітап бенен ұсының қарақалпақ тіліне аударған вариантын алып оқыған екен. Бірінші қарақалпақ тілшасын оқиды, кейіннен орысшасын салыстырып оқыған. Гап-бе-гап екеуін бірме-бір салыстырып оқыған, сөйтіп астен-астен мен орысшаны үйреніп бастадым деп айтты. Бұл айтқанда зор кітап, алып оқуды ұсыныс етемін. Хан орыс дәуіріндегі кітапларға қызығушы инсан, я болмаса орыс тіліндегі кітапларды оқитын инсан болса, мен осы жерде бұл кітапты біреуге салып кететін шығармын. Ең жақсы көріп оқитын кітабым кішкентайымнан бері анам маған Ыбырайым Юсуповтың кітабын берді, ол менің ең жақсы шайырым болып қалды. Айт сен, әжем яздым. Жыласын ярышқы бауырын кескенлер, еңгересін елінен айыра түскенлер. Менің өзім кітапты жақсы көремен, кішкене уақытымнан жақсы көремен, сол үшін әр 6-шы күні жастар орайында болатын кітапқұмарлық күніне қатынасамын, баламдам әп келіп отырыппын. Бұл жерде әме өзін рауажландырады, кітаплардан тыңлайды, әркімнің айтып берген кітапларынан тыңлайды. Керек болса өз көзілдігінен ортаға шығып айтқым келеді да, кітаплар оқыған кітаплардың хақында да. Қазақ халқының ұлы саяси қайраткері бар, Бауыржан Момышұлы дегенді. Соның бір сөзі бар еді. Балаларымыздың, жастарымыздың келешегінен қорқаман. Неге десең, міне дейді, қазіргі біздердің жасап атырған дәуірімізде дейді, мына
кітап оқымаған баласына ертек айтып білмейтұғын әжелердің өсуінен қорқаман дейді, шайуы жоқ елден қорқаман дейді. Сол үшін мен шақыраман мені кітап оқуға. Кітапқұмарлар орталығын негізінде қандай да бір жас шекарасында деп айта алмаймыз. Себебі ол 7 жастан десек те аз болады. Әттекі оның кіші жастағыларым келіп кітапқұмарлар орталығына келіп атырғалылар көп. Кітапқұмарлар орталығында ешкімді мәжбүрлеп ол жерге апармайды. Ешкім ұсыныс беруі мүмкін, бірақ біздерге ешкім ол жерде қадағалап, сен келуің шарт, сен сүртке түсіп кетуің керек шарт деген нәрсе жоқ. Өзбекстан жастар қоғамы Қарақалпақстан Республикасы кеңесі бөлім бастығы Қосжанов Бақтыбай Оламан. Жастарға кітапқұмарлыққа пайдасы жүдә жоғары. Бұндан тысқары қазіргі уақытта санлы дүнияда жасалма интеллектілер жәрдемінде де көптеген кітапқұмарлық алажылары бағдарлау үгіт насихатлау жары әмелге асырмақта. Мәселен, Instagram социал тармақтары арқылы жасалма интеллект жәрдемінде буктрейлер, яғни бір белгілі бір кітаптың шығарманың қысқаша мазмұны, ең қызықлы қаймақ жерлерінен сюжетлерін сол жасалма интеллект жәрдемінде инсан не заты ойласа, соны жанландырып бере алады. Видео форматта, ямаса фото қалеген солда. Сол текарында Instagram социал тармағы арқылы көруші, тек қана емес, әмме көруші адамлардың алдынан шығады. Мәселен, буктрейлер, қысқаша соның сюжетін, несін ашып беруші. Белгілі дәрежеде бұл кітап оқуға әрбір жасыларда ямаса бұндай жас үлкендерді сол кітапқұмарлыққа бағдарлауға себеп болмақта. Қазіргі күнде кітап оқитын жастарымыз дерлік аз деп жатырсыз ғой. Мен сол кітапқұмарлар орталығына келмей тұрғам сондай пікірде едім да, бірақ кітапқұмарлар орталығына келіп басылғаннан кейін пікірім қате екенін түсініп жеттім. Себебі со әр хапте 6-шы күн болатұғын болса, әр хапте болған сайын кітапқұмарлар көбейіп бара тұрыпты. Өзімнің кітап оқуымның себеплерінің бірі де жастар арасында кітап оқитұғылар қарияларға салыстырғанда да әдеуір көп қой. Қыдырнияз Бабаниязовтың 4 қатар қосығын айтпақшы ма? Қазір кеңес берер, ғарыма жаспа, түпай көзім тиер, тіл көзім тасқа. Кітап оқымастан жиған ақылы әммеге жетіп тұр өзінен басқа деген. Ертең мен қазіргі жағдайымда да, ертең қартайған жағдайымда да кітап оқуды алдыма мақсат етіп қойғанмын. Кітап оқу деп жатырмыз. Бірақ та кітап оқу әмме нәрсеге шешім болмайды да. Мысалы, бір адам 15 мың кітап оқыған болуы мүмкін. Бірақ оны әмелге кіргізбесе, әмелде қолданбаса, ой жүртпесе, пайдасы жоқ. Ол сондай төмен жағдайда жасай беруі мүмкін. Бір адам мысалы 15 кітап оқуы мүмкін, бірақ оны қайта оқып, пікір жүрітіп, өміріне кіргізсе, онда өмірі жеңілдеседі. Өзі айтады ғой, білім бұл күш дейді. Білім қашан күш болады? Ол әмелге кірсе, өмірімізді жеңілдетсе, атырапымыздағы инсанларменен байланысымызды аңсатлау қылса, сол уақытта күш болады. Аристотельдің сол өзінің бір гәпі бар, пәзилет бұл білім емес деген да. Бұл пәзилет білім менен бір қатарда пікір жүріту деген. Кейін жаңа жоғарыда сіз айтқан нәрсеге мен сәл өзім қарсы пікірім бар. Жасалма интеллект әлбетте кітапларды оқуды аңсатластырып жатырды, қаймақ жерлерін алып беріп жатырды, бірақ бәлкім 5 жылдан кейін күші жететуін шығар, бірақ қазіргі уақытқа әмме кітапқа күш жетпейді. Мысалы, Федор Михайлович Достоевскийдің жинайтқан жаза кітабы жақында қарақалпақ тілінде шықты. Көрсеңіз, үлкен бір 800 бет дейді кітап. Үлкен кітап. Оның сюжеті бір сол Раскольников барды, сол жинаятын қылды, бір 30 бетке, 50 бетке сиятын сюжет. Бірақ қалған қайға кетті десе, ол Раскольниковтың ішіндегі толғаныстары, өкінішлері, яғни берді Достоевский соны сезіндіру, адамды ойландырады да, жасалма интеллект оны адамға бере алмайды. Демек, біз кітапты оқуымыз шарт. Бір әдетті рауажландырады екенбіз, бір өзіміз рауажландыруымыз қиында бізге әлбетте орталық керек болады. Мысалы, көпшілігіміз көргенбіз, өзімізге мақсат қойып, мынандай күн, мынандай нәрсені істеймен деп әдетке айналдырамыз, бірақ келіспейді. Ал орталықта болатұғын болса, ол әдетке рауажландыру аңсат болады. Мысалы, мен Инстаграмға көп хабарларды келеді кітабистке. Осы орталыққа келгеннен кейін кітап оқуды басладым, әдетке айланып кетті дегендей. Мысалы, өзімде де болады, бір уақытлар кітап оқымай қалсам, қасымдағылар оқып жатқан кітапларды көріп, ұлыма каналына жазған уақытты көріп,
мен қап қойдым қолыма дегендей болады да. Ізде қалып бара жатырмын ба деген сұрау пайда болады. Кітап құмарлығы орталығы да сол имканиятты жаратып береді. Ол жердің пайдасы және бір өзіңіз оқып жатқан яки басты жаңа жоғарыда айттыңыз, кітап алып қойып, сатып алып, үйде жатқан кітаплар болады дедіңіз. Қызықпай оқыған. Ал ол жаққа келген кезде сол алған кітабыңызды біреу сізге айтып береді осы жерде. Сондай кітапты не үшін солған шекем оқымадым деген сезім болғаннан кейін сол күні барып азанға шейін оқып тастауымыз мүмкін да. Сондай кітап құмарлық орталығында кітап оқумен бір қатарда тек кітап оқуды емес, орталыққа шығып адамдардың алдында сөйлеуді, пікіріңізді жеткеріп беруді, басқа нәрселерді үйренсеңіз болады да. Басында бір 5-6 адамменен басланған бұл ұшырасулар қазіргі уақытқа келіп жүздеген адамды, бір аудиторияны толық иелеп алып отырыпты. Осы жердегі жастарменен біргелікте өздеріміз тағы бір сол кітапқұмарлар орталығының ішінде Bookcast деген YouTube платформасында подкаст басладық хам. Осы подкастымыздың әзірде 12 саны шықты. Хам осы жерде де біздерге жақсы бір пікірлер білдіріліп жатырыпты. Бұл жердегі подкастқа біздер осы кітапқұмар ақсақалларымыздан баслап жасы кішкелерге дейін хаммені шақырып, осы жерде өздерінің кітапқа болған мехрін, кітапқұмарларды қалай өзіне тарту керек, осы хақында өздерінің пікірлерін, ұсыныстарын беріп жатыр. Бұл жер хақиқи кітапқұмарларды бір жерге жәмлейтұғын орталыққа айланды. Мен қалар едім, осындай жастарымыз мектептерге де барып, өздерінің кейінгі давамшыларын, өздерінің істеп жатқан жұмыстарына қызықтырып, сол кітапқұмарлардың санын көбейтсе. Ажайып баслама болған. Бұл баслама менімше сол кітапқұмарлық мәдениетін рауажландыруға, кітап оқитын жастардың санын еледе көбейтуге үлкен жәрдем, жақсы баслама болғанлығы анық көріп тұрыппыз. Бұл әлдеқашан социалдық тармақтарда тарқалып, көпшілік жастар арасында талқыланып, олардың пікірлері айтылып атырған еді. Ал біз бүгін көрсетуімізде бұл хақында толығырақ һәм олардың реал көріністері қатынасушылар менен сізге көрсетуге харекет еттік. Бұны көру арқылы сізде де кітап оқуға болған қызығушылық, ықылас, ынта пайда болған болса, біз бұндан қуаныштымыз. Сөз жастарға ток-шоуының кейінгі санында және көріскенше сау саламат болың.